Тыңдалым мәтіні. Менің өмірім алда. Жасым 16-дан жаңа асты. Енді бірер айдан соң 10-шы сыныпты бітіремін. Алдыма қойған мақсатым бар. Сол мақсатқа жету жолында не істеу керек болса да дайынмын. Түбінде ойға алған мақсатыма жетемін де, барлығы да рет-ретімен жүзеге асуға тиісті. Сондықтан менің келешек өмірім осы бастан жоспарлаулы. Адамға өмір бір-ақ рет беріледі. Оны өкінбестей етіп өткізу керек, дегенді Николай Островский айтқан жоқ беді. Ендеше өмірдегі әр сағат, әр минут қымбат. Мен өз өмірімнің әрбір күнін, сағатын, болашақтағы үлкен арманыма жету үшін қызмет етуге бір жола бел байладым. Сондықтан мектеп бітіріп, аттестат қолға тиісімен бірден оқуға аттанбай, әуелі өндіріске барып жұмыс істемекпін.